Көктем су тасқыны қаупі жоғарылайтын кезең. Қарғын сулар жиналып, жазықтар мен сай салаға толып жатады. Ал ондай су үлкен көлемде келсе, елді мекендерге жайылады. Былтырғы су тасқынын ешкім ұмытқан жоқ. Ол жағдай сабақ болды. Су тасқынының былтырғыдай екпіні 80 жылдан бері болған емес екен. Тосыннан келіп әбігерге түсіргенінде содан болар. Биылда сенім жоқ. Сондықтан сақтық шаралары қолға алынуда. Елді мекендердің тұстарына бөгеттер салынып, ал ірі су қоймаларының суы қауіпсіз бағыттарға қарай жіберілуде. Армысыз көрермен, су ресурстары және ирригация министрлігі тасқын суын қабылдау және қауіпсіз өткізу үшін еліміздің солтүстік, батыс, шығыс және орталық аумақтарындағы ірі су қоймаларынан су жіберіп жатыр. Су тасқыны қаупінің алдын алу мақсатында осыдан 3 күн бұрын Ақмола облысында Астана су қоймасынан секундына 1,5 текше метр, Сілеті су қоймасынан секундына 300 текше метр, Шағалалы су қоймасынан секундына 0,5 текше метр су жіберіле бастады. Ақтөбе облысындағы Ақтөбе су қоймасынан секундына 10 текше метр, Қарғалы су қоймасынан секундына 0,5 текше метрден су жіберілуде. Былтыр реконструкция жасалған бұл екі су қоймасы белсенді су жинап жатыр. Қазіргі күнде екі су қоймасы тола қойған жоқ. Сыйымдылық көлемімен алғанда қазір су қоймалардың 65%-на толған. Шығыс Қазақстан облысында Бұқтырма су қоймасынан секундына 494 текше метр, ал Өскемен су қоймасынан 532 текше метр су жіберілуде. Абай облысындағы Шүлбі су қоймасынан секундына 659 текше метр су ағып жатыр. Батыс Қазақстан облысында Киров су қоймасынан секундына 13,9 текше метр, Бітік су қоймасынан секундына 11 текше метр, Дөңгелек және Петимар су қоймаларынан секундына 8,5 текше метр су жіберілуде. Қарағанды облысында Ынтымақ су қоймасынан секундына 10 текше метр, Самарқан су қоймасынан 5 текше метр және Шерубай Нұрадан 13,7 текше метр су сыртқа шығып жатыр. Ұлытау облысы Кеңгір су қоймасынан секундына 10,4 метр текше метр су ағызылуда. Қостанай облысында Жоғарғы Тобыл су қоймасынан секундына 1,1 текше метр, Қаратомар су қоймасынан секундына 3 текше метрден су кетіп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында Сергеев су қоймасынан секундына 476,8 текше метр, Петропавл су қоймасынан 72,136 текше метр су жіберілуде. Бұл шара ықтимал су тасқыны кезінде қоймалар артық суларды ұстап тұруға қауқарлы болу үшін жасалса керек. Сақтықта қорлық жоқ демекші, бұл дер кезіндегі қажетті әрекет болса керек. Ал Қостанай облысында тасқынға қарсы су толтырылған бөгеттер орнатылып жатыр. Су толтырылған бөгеттердің негізгі артықшылығы олардың мобильділігі және орнатылу жылдамдығы. Оларды тасымалдау оңай және су басу қаупі бар аймақтарға тез арада орнатуға болады. Осындай бөгеттер әрқайсысы биіктігі 1,5 метр, ұзындығы 25 метр жуан құбырға ұқсас. Мұндай бөгет бүктеп, жинап алып, шұғыл түрде келесі учаскеге апарып орнатуға ыңғайлы брезент сияқты төзімді материалдан жасалған. Мұндай бөгет құрылымының ішіндегі арнайы саңыраулар арқылы су немесе ауа толтырылғаннан кейін ол ауыр әрі тұрақты қалыпқа келеді. Мұндай бөгеттер судың таралуына жол бермей кедергі жасайды. Су тасқыны қаупі жойылғаннан кейін бөгет ішіндегі су немесе ауа шығарылып, құрылым жинақы күйде бүктеліп, келесі қолдануға дейін сақтауға қойылады делінген хабарламада. Қостанай облысында су толтырылған арнайы жиналмалы бөгеттер Қостанай Әулиекөл Сұрған автожолының және Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы Сарыкөл Қостанай автожолының учаскелерінде су тасқынының алдын алу мақсатында орналастырылды. Бұған дейін Қазақстанның 3 облысының су басу қаупі төніп тұрғаны жайлы айтылған. Синоптиктер 3 облыстың тұрғындарына су басу қаупі туралы ескерту жасаған. Хабарламада Жамбыл облысында
облысында ауа температурасының жоғарылауы және жауын шашынға байланысты таулы және тау бөктеріндегі аудандардағы өзенде су деңгейі көтеріліп, су басуы мүмкін делінген еді. Сонымен қатар Қостанай облысындағы Үй өзенінің су деңгейі күрт көтерілетінін мәлімдеген. Қазгидромет су деңгейі одан әрі жоғарылап, қауіпті деңгейден асуы мүмкін екенін ескерткен. Алматы облысында да нөсер жаңбырға байланысты өзендерде су деңгейі көтеріледі деген болжам айтылған. Қалай болғанда да су тасқынына жол бермеу күн тәртібіндегі нөмірі бірінші мәселе болып тұр. Әрекет түбі берекет болғай. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.